Рахмет. Ал енді назарды көгілдір экранға бұрайықшы. Көгілдір экранға бұрайық. Қазір көгілдір экраннан не көріп табайық. Кет, бастайық. Бірінші бұл кім? Мұхаммед Али. Қазақстанда Геннадий Геннадьевич Головкин, Triple G. Дұрыс. Дұрыс. Келесі. Пока приз жоқ, бұл оңай. Келесі Майк Тайсон. Қазақстанда отчествосын айтайықшы. Жәнібек Әлімханұлы деген секілді. Жәнібек емес қой бірақ. Ермахан Ибраев емес. Сәл жастау кішкене. Серік Қонақбай. Данияр Елеусенов. Дұрыс емес. Соң Бекзат Сатарханов емес. Бақыт Сарсекбаев жоқ. Кім? Қанат Ислам емес. Осын тапқан қонаққа қымбат приз берейікші, дайындалып тұр. Қазақстанда қандай боксер? Майк Тайсонға ұқсайтын. Қуат Найман. Кім? Жиров. Василий Жиров. Құда бала мінекей. Тапқан жоқ. Тапқан жоқ. Ешкім таппады. Көрсетейік. Қазақстанда Қайрат аға ғой. Ешкім білмей мәне. Бұл кісі негізінде боксер. Талайын құлатқан кезінде. Стойканы өзін көрмейсіздер ме? Футболист, боксер, шахматист, жан-жақты бұл кісі. Келесі, жалғастырамыз. Пицца Қазақстанда Шелпек кім айтты? Дұрыс, ана қызға приз. Приз. Дұрыс. Орнынан тұра қой, қарындасым, тұра қой. Рахмет. Аға. Есің кім? Танысып қойайық. Бағандан бері активная болып отыр. Динара. Динара, осы тойға келіп фен алам деп ойладың ба? Нет, конечно. Аха, мен де ойлаған жоқпын, аха. Келесі, әрмен қарай жалғастырамыз. Бургер Қазақстанда самса емес. Бауырсақ емес. Ораманнан емес. Плов табанан емес. Шелпек емес. Қайрат аға, Қанат аға. Тоқаш. Тоқаш, дұрыс емес. Жоқ. Самса емес. Құйрық бауыр емес. Бутерброд қазақта. Нанға бірақ қатысы бар. Қазан жаппар емес. Нан деген сөзі бар. Қандай? Нан мен май. Нан мен май дейді. Дұрыс, нан мен май. Подарка, приз. Приз берем. Жоқ. Бритва ғой, бұл кісіге не қатысы бар, бритваның? Бір женский приз берсеңізші. Ше қарап, еркек пе, әйел ме дегенде. Вот, фен. Так, мужской фен ба, женский ма? Женский фен екен. Олар бөліні ма? Келесі, жалғастырамыз. Уильям Шекспир, Қазақстанда. Бұл түрі 175 жылдығы болды. Ей, жандарым, бәрі біледі. Абай, Құнанбаев, дұрыс, бәріне енді приз бере алмаймыз. Келесі, Битлз тобы Қазақстанда. Жігіттер, кім айтты бірінші? Кім? Ана Дастархан, сіздер айттыңыздар ма? Дұрыс емес. Дос Мұқасан. Кім айтты? Ана жақта қонақтарға приз апарып беріңіз. Ана қонақтарға. Ана жақта қонақтарға приз. Мен сізге бердім ғой бағана. Тоймайды екенсіз призға кәдімгідей. Келесі, Фастумгер Қазақстанда. Айғайлама. Қойдың майы. Дұрыс, қойдың майы. Бәрі білет. Қойдың майы. Келесі бізде Мальдиви аралы Қазақстанда. Қапшағайдың жаңа аты? Қонаев. Дін Мұхаммед Қонаев. Бір қошемет қосып қойайық. Қонаев атамыздың есімі беріліп жатыр Қапшағайға. Келесі Тик-так Қазақстанда. Құрт емес. Ірімшік емес.
Мәмпәсі емес. Шемішке? Жоқ. Осы кісі білетін сияқты. Айтыңыз. Нават. Жоқ. Құрт емес. Жент емес. Бір білсе осы жастар білуі мүмкін. Жоқ, ондай емес. Қандай? Насыбай. Ұят жоқ екен вообще. Бірақ дұрыс ай, Насыбай Қазақстанда. Приз. Дұрыс. Дұрыс қой, тик-тактың ыдысынан салады ғой. Соны айтып жатыр ғой. Келесі бізде болады. Мисс Мира Қазақстанда. Так, басталды, екіге бөлінді. Бірі Ақбота дейді, бірі Марал дейді. Так, Ақбота дейтіндер шапалақ соқсыншы. Ақбота. Кто за Марал? Жақсы. Кто за Қайрат? Не болған бәріңе? Көрсетейік, Қазақстанда. Көрдіңіздер ме? Біліп жүріңіздер. Келесі. Мисс Қазақстан. Қазақстанда Ақбота дейтіндер. Құдағи дейтіндер. Көрсетейік, Қазақстанда Марал тәте. Көрдіңіз бе, Марал тәте. Ақботадай красавицаны туған мінекей, осындай красавица. Шапалақ, қошемет, құрмет Марал тәтемізге. Келесі. Кім шығады екен? Так, Қайрат аға қайда? Қайрат аға. Кішкене келеді, Нұрсұлтан. Так, қыздар, приз беретіндер. Осын тапқанын қонаққа шынымен де бір қымбат приз. Даже двойной приз беруге де болады. Құданың есімі Саят. Құда дейтіндер бар ма? Құда емес. Қайрат аға емес. Кім? Нұрсұлтан жоқ. Кім? Тамада, мен ба? Рахмет сізге. Рахмет. Дұрыс қой, өзі сары, көзі көк мен сияқты. Или мен бұл кісі сияқты. Көрсетейік, Қазақстанда приз. Рахмет. Айттым ғой, двойной приз беруге болады. Тағы да бір приз алып келіңіз. Екі приз алып келіңіз, екі приз. Бұл негіз қиын сұрақ болған. Любой бір, женский, мужской бола берсін. Екі приз алып келіңіз. Кесе әкеле беріңіз. Фен әкел. Жоқ, анда арзан. Айттым ғой, қымбат приз. Қымбат қалғанымыз 500 теңгеге ма? Жоқ, әкел. Так, мінеке, аға. Екі приз сізге. Кесе. Тарақ. Рахмет. Үшеу ма даже? Осын біруін таңдап алыңыз. Қалжыңдай, біреу жеңгеме, біреу өзіңізге. Жақсы. Рахмет. Енді әрмен қарай жалғастырайық.